Ülkem bol, dәуір ниеттен бол, өсердем ұл-қыздар шеттерінен ел болып. Бүгін Жайық күрес жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ғимараты алдында жерлес ақын Қайрат Жұмағалиевтің 75 жасы аталып өтілді. Ол аталмыш серіктестікте ардагерлер ұйымына жетекшілік етіп, бас директордың кеңесшісі қызметін атқарып келеді. Салтанатты шара барысында ақынға арналып, ақжарма тілектер айтылып, қаламгер ағаның қаламынан туған өлеңдер оқылды. Әуезді әндер шырқалып, биде биленді бұл кеште. Сондай-ақ Жайық күрес жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Жантас Сафуллин ұжым атынан ақынның иығына шапан жауып, астына ат мінгізді. Қайрат ағамның бүкіл осыған дейінгі аудармашылық қызметі, осыған дейінгі шығарған өнерлері, кітаптардың барлығы бір төбеде, анашым өлеңі ол бір төбе. Бұл ісімен сөзі қабысқан елімізге танымал тұлға. Ісімен сөзге қабысқан дейтін көпшілік жағдайда адамдар анасын болсын, әкесін болсын, құрметтейміз, құрметтеп жатырық деп айтады да, бірақ іс жүзіне келген кезде олай бола бермейді. Қайрат аға болса нағыз өзінің ісіменен және сөзіменен ананы құрметтесе қалай құрметтеу керек екенін дәлелдеген. Біздің Қайрат ағамыздың анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деген анашым өлеңі осыдан бәленбай жыл бұрын қазақ халқының құлағына естіліп, қазір мінекей аналардың гимніне арналған болатын. Осындай жаңағы әнді тудырған, жүрегімен тудырған, бүкіл халықтың жүрегіне жеткізген ағамызды ұлықтап тойын жасау бұл біз үшін үлкен абыройлы іс болды. Қазіргі таңда Қайрат Жұмағалиевтің көптеген шығармалары оқырман қауымға жақсы таныс. Кейбірі мектеп оқулықтарынан ойып орын алып, қаламгер қаламынан туған шығармалардың ішіндегі шоқтығы биік туындылардың бірі Анашым әні. Бұл ән барша аналардың әнұранына айналған десек те болады. Анашым шалқып білсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды. Перзенттерінің бәрі де ата-ананың бәйгеге қосқан тұлпары ғой. Өмірдің бәйгесіне қосқан тұлпары ғой. Соны ойладым. Сонан кейін екінші ойлағаным, анашым, сені жақсы көрем, сені сыйлайым, сені анамын. Ондай пікірлер көп болды. Орыстардың өзінде мама, милая мама, как тебя я люблю. Оны айту үшін ондай жолдар жазушы ақын болуын шарт емес. Оны кез келген екінің бірі айтады. Менің сондағы ойыма келген соңғы жолдар қорғаным өзің деймін. Жан сая сөзің деймін. Анашым, сені ойласам көз ілмеймін. Міне, ананың балаға деген махаббатын осылай білдіргім келді. Бұл 80-ші жылдардың бас кезінде. Жаңылғаным Өкенқызы жастайынан жалғыз ұл Қайрат Жұмағалиевті жетілдіру жолында тағдыр теперішін көрді. Сол ұлдан өрбіген 7 перзентті бағып қақты. Ол даналығымен де өзгелерге үлгі бола білді. Барша қаламгер қауымның анасына айналған жан туралы ақынның жары София Нығметоллақызы былай дейді. Институтты бітірге салысымен сол жылы біздер отбасын құрдық. Сол кездерде маған енді білмегенімді үйретті, өзімнің ата-анамнан үйренгенімді әрі қарай дамытып, енем керек жерінде айтып алады, кәдімгі батырып, білмеген жерімді айтып, сосын сондай бір кейде қонақтар келіп жатса, мені жер-көкке сыйғызбай мақтайды. Сосын сол кезде ойлаймын, ол тәрбие ғой үлкен. Мәселен, өзіңе айтады, қандай бір кемшілігің болса айтады, ал бұлай әр жағында менің сондай бір көрініп тұрған өзінің бағалайтындай бір жақсы сөздер айтады қонақтар келгенде. Мені осылай бағалайды екен деген ойлар келеді сол кезде маған. Кеш соңында ақын Қайрат Жұмағалиев Жайық күрес жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұжымына алғысын білдірді.